Құрметті көрермен қауым, сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сұхбатымызда ірі мал құрбандығын шалып, қандай жетістікке жеткеніміз туралы мәлімдемекшімін. Сіздер Гүлмира қайда кетті, не істеп жатыр, ауырып қалды ма десеңіздер, ондай ойдан аулақ болыңыздар. Гүлекеңізді Құдай сақтайды, оны талай көріп жүрсіздер. 2008-ден бері осы ата жолына келіп, ұрандатып, патриотта болып жүрмін, халықтың да мұңдап жүрмін. Әрбір адамды құтқарушылықпен айналып жүрген қыздарыңыздың бірімін. Сонымен айналайын қазағым, осы кешегі апта біз толықтай бар отбасын үлкен сұмдықтан, қаралықтан, қайғы қасіреттен арылттық. Енді оның жемісі Құдай қаласа болашақта болып жатады. Тек ол отбасы асық болу керек. Бүгін ертең бола қалады деген ондай нәрсені ойдан шығарып тастаңыздар. Енді мына істеген ісіміздің істеп жатқан жұмыстарымызға бір назар аударып қойсаңыз. Қайсысы мынау ма? Әдемі? Ne kayda yok. Міне де түсуде оңай болады. Бисмилля. Ana şimdi var da öyle şey. Gaz kaçak, birden askan da olur. Güzel yok mu? Buzağı mı? Buzağı mı? Kayşa mı? Бағалар қанша? Buzağı. Kilogram mı? Ha, türlü gerek mi? Енді примерно қанша болады? Bizge bir halk hep soğuyor koy sonra kurban. Allah Прицеппен бір қана жігіттер қызметте, халық үшін, ел үшін қызметте. Жетекке жүреді. Қайрағаны бұлаңдатыпты. Сөп секунды. Elhamdülillah Rabbil Alemin Rahmanirrahim Malik yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn İhdina sıratal müstakîm sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn Kul huvallahu ahad Allahu samed lem yelid ve lem yulad ve lem yekun kufuven ahad Allahu akbar Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Kul huvallahu ahad Allahu samed lem yelid ve lem yulad ve lem yekun kufuven ahad Allahu akbar Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Kul huvallahu ahad Allahu samed lem yelid ve lem yulad ve lem yekun kufuven ahad Allahu akbar Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Sadaqallahü ve sellem elhamdülillah Şükür Peygamber'e selam ve sahabalarına mümin Müslümanlara başlar ayta beriniz. Я жаратқан ем Алла, бір өзіңнің разылығың үшін 124 мың пайғамбарға, 33 мың сахабаларға, Жәннат Мұхаммед салам рухына, бүкіл әулиелер рухына, оңтүстік, солтүстік, шығыс, батыста жатқан, бүкіл жер бетінде жатқан бүкіл әулие әмбиелердің рухына бағыштадық. Түркістанда Атымен баб, Сайрандағы сансыз баб, Бақтардың бабы Арыста бабамызға, Құлқожа Ахмет Яссауи баба, Айша Бибана, Бекет ата, Ақбұр ата, Қарабұр ата, Бәйбек баба, және де Абылайхан ата, Әмір Темір баба, Шыңғыс хан баба, Әбілқайыр хан,
Кенесары хан, Бөгенбай батыр, Қобланды батыр бабалардың рухына бағыштадық. Және де Астана төңірегіндегі Қабанбай батыр бабаның рухына Ақберен әулие, Барақ батыр, Қарақпышақ батыр, Нияз би ата, Орманбет би ата, Қырықбай әулие, Нияз би ата, Ақмейіз әулиелердің рухына бағыштадық. Және де арнайы бүгін құрбандық шалдырып жатқан Дайырұлы Әділбек, анасы Бақыттың ата-баба аруағы Дәуіт, Қарабай, Мәшін, Санды, Шатай, Қадыр, Досай, Жасқали, Қайролла, Жаналы, Тінәлілердің рухына бағыштадық. Я жаратқан ем Алла, бүкіл аруақтардың жатқан жерлері жайлы, топырағы торқа, бастарына нұр, аяқтарына гүл, жандарын жұмақта, тәнден рахатта ете көр. Алла, біліп-білмей істеген күнәлерін кешіріп, маңдайларын сәждеге, тірінің әруақтың да маңдайын сәждеге тигізе көр. Я құдірет күшті Аллам, тірі кезде біліп-білмей істеген күнәлерін кешіре көр. Алла, жандарын жұмақтық ете көр. Артындағы өсіп өніп келе жатқан тірі ұрпақтарының бәрінің жолын аша көр. Қателіктерін, біліп-білмей істеген күнәлерін бәрін кеше көр. Алла, жабысқан пәлекеттердің тілден болған, ойдан болған, ниеттен болған, біреудің арам қолынан болған бүкіл жамандықтар, қарғыстар, қара дуларын бәрін жойып, Алла, жолын айқара аша көр. Төрт құбыласын тең ете көр. Алла, Дайырұлы Әділбектің жолын аша көр. Денсаулығын бере көр. Ақыл есін жиып, бай дәулетті болып, үйленіп, бала шағалы болып, төрт құбыласы тең болып, әке-шешесінің алдында жарқырап, ел жұрттың алдында мәртебесі биік болып, Алла, жоғалтқанның бәрін еселеп, басына бақып қондыра көр. Алла, өзіңнен ғана сұраймыз, өзіңнен ғана тілейміз. Бүгінгі шалынып жатқан жылқы малын қабыл ала көр. Алла, жақсылығыңды еселеп бере көр. Осында қол жайып отырған, тілектес, мұңдас болып отырған жандардың ата-бабалары да риза болып, әрқайсысына батасын беріп, шаңырақтары биік, жүздері күлім қағып, жүректеріне тыныштық, бақыт орнап, Алла, істеген істері алға басып, бастарына бағы қонып, бәрінің алға қойған осы сияқты құрбандықтар шалып, Алла, сенің разылығына бәріміз кенеліп, бәрімізде ынтымақ, бірлік, сүйіспеншілікте кенеліп, аруақтарымыз шадман болып, бәріміздің де баратын жеріміз жұмақ болып, сенің қалаған, сенің ұнатқан, сенің жақсы көрген құлы болып жетісімізге өзің нәсіп ет. Алла, бүгінгі дұға тілектерімізді, Құранымызды, еңбегімізді қабыл алып, орнына сауаптар, миллиондаған, миллиардтаған сауаптар беріп, Алла, бәріміздің жүзімізді жарық ет, тілектерімізді, амалдарымыз қабыл ет. Алла, қолымызды бос қайтарма. Раббана атина фид дуния хасанатан ва фил ахирати хасанатан. Аллаху акбар. Қабыл болсын. Келгеннің өзі бір, олар да келіп бірдеңе алып жатыр ғой қара жүзге. Ол өзім ата жолында неде еш жерде болғанда жоқпын, бірақ осы. Сонымен қазағым, айналайын, көпті көрген жандар, өмірге келгенмен бұл дүниенің, тылсым дүниенің бүкіл жағын түгендеп жүрген адамдар тағы да бір ғажапты қабыл алыңыздар. Бұл біздің басымыздан өткен дүние, осы бір аптаның ішінде болған бір ғажап құбылыс болды. Енді қараңыз, мынау құрбандықтың малын алып келдік, бүкіл ауылды іздедік, Қоянды ауылы, Қабанбай ауылы, Қосшы ауылы, ешқажер, Тайтөбе, ешқажер қалған жоқ. Сонымен малдың бағасы, бұл туралы келесі видеомда айтамын. Малдың бағасы жылқы малынан қарағанда өгіз, сиыр, масқара сағат сана бағасы өсіп жатыр. Кеше ғана осы 10 күн алдын бағасы 400 000 болған бағасы қазір 1 миллионға шығып кетті. Сенесіздер ме? Малдың бағасы. Енді соны малды таппай, сиырдың бағасын келісе алмай, біздер жылқы малын жабаға күшіміз жеткендіктен жылқын алдық. Жылқы сол
бір бағамен тұрайлы, Құдайға шүкір, соны алдық та шалдық. Сөйтіп, жеткен жетістігіміз. 6 күн ем алды. 7-ші күні жаңағы құрбандық шалған күні 7-ші күні істейміз дедік. Сол шалынып атқан кезде, сойылып атқан кезде өкпені ыстық күйінде науқасқа ұрдым, және анасын да шақырдым. Анасы екеуін өкпемен жалаңаштап тұрып денесін ұрдым да, сосын соңынан Құран үрлеп, төбесіне қорғасын құйып, тағы да ем жалғастырдым, бітірдім. Сөйтіп тамырын ұстадым. Жаңағы ер азаматтың ішіне жын кіріп алғанда сол жынды іздеп жатырмын. Ол жын қайда кетті? Соны іздеп жатсам, маған көзіме көрсеткен көрініс мынау болды. Мынандай үлкен қап-қара жүкті жаңағы еркек кісі туылғаннан бері, сол қалай 20 жасқа толды, 20 жасқа толғаннан осындай жүкті көтеріп жүрген, құлай берген, қинала берген, үйленсе ол ажасып кетеді, жұмысқа кірсе ол адан шығып кетеді. Солай жасы 50-ге келіп, қиналыспен келе жатыр. Сөйтіп жылқы малын шалып, кеше тілеуін тілеп, бүкіл халық болып, жағдайын жасап, жан-жақтан адамдар жиналып, еңбек етіп, етті жайғауға, жаңағы қанды жайғауға, солай. Соңынан Құдай ас берілді. Құдай асты әлбетте тағы да аруақ тізімін оқылып, тілеуін тілеп, келген халық өздерін тілеуін тілеп, солай бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, бір отбасын сондай бір ауыр қасіреттен аман алып шықтық. Неше жылғы, неше ғасырдан бері жиналып келе жатқан жиынтық қарғыс мынандай болған екен. Сөйтіп, мен көзімді жұмып қарап отырсам, мынандай естің алдында газель тұр, көк тентті газель тұр. Ол не істеп тұр деп тұрмын ғой. Сөйтсем, қара киім киініп алған 20-30 жастағы бір еркек бала арықтан келген. Сол мынандай тасты менің есігімнің алдынан думалатып, газельге артып әкетіп бара жатқанын маған көрсетіп өтті. Мен жынды іздеп жүрсем, жоқ, мынандай жүкті әкетіп бара жатыр. Бұл не деген жүк, білесіздер ма? Бұл ата-бабадан келе жатқан қарғыс, қаралық. Олардың әрбір істеген қателіктері, олардың өзгеге, олардың істемеген құлшылықтары, Құдайға қарсылығы, Құдайға өкпесі, және жан-жағына істеген жамандықтары, жаман сөзі, ғайбаты, өте айта берсең өте көп. Қайсын бірім не алам, әкесінің, шешесінің мысалға той жасаған болса, арақ қойып той жасаған пәлекеттері өте көп. Енді өмір бойы дұрыс құлшылық жасамағандықтан осындай жиынтық жиналып келіп, үйдің кенжесіне келіп, мойнына мінген дағыны осындайды кеше құрбандықтың малымен осылай алып шығып кетті. Солай бір әулет түгелде осындай ата-бабадан келе жатқан қарғыстан құтылып, жағдайы жақсы болып, енді әрі қарай аруақтар ол көтерілді бір сатыға. Олардың барлығының өте көпшіліктің несі Құдайдың алдына барады, Құдай сотынан өтеді. Сөйтіп алыс берілістер жүріледі. Сөйтіп аруақтардың күнәлары ол кешіріледі. Тірілердің күнәсі ол кешіріледі. Сөйтіп жаңа өмір, жаңа өмір жолдары тақтайдай болып, жақсылыққа тезірек жетеді ғой деген біздің асыл үмітіміз бар. Сонымен осылай үлкен жұмыс атқардық. Содан шаршап, 2-3 күн шаршап, өзімді жинап, кеше мал іздеп, Төле би бабамыздың құрбандығы шалынады деп, соған мал іздесек, 1 миллионға бір өгіз көрдім. Масқара, енді өте үлкен әдемі өгіз екен, бірақ бағасын 1 миллион дейді. Енді ол сұмдық, енді жарайды, ол кейінгі видеода айтамын. Осымен қазағым, осылай әрбір әулет үшін, әрбір пенде үшін, әрбір Құдайдың құлы үшін осылай еңбек етіп,
төрт аяқтап шапқылап және оның нәтижесін осылай өзіне де айтып халыққа да жариялап отқан жайымыз бар. Бұл өте үлкен қуаныш, өте әркімнің де қолынан келе бермейді бұндай тірлік. Әркім де ондай қаражатты шығарып ауруларды жеңе алмайды. Рак ауруы, обыр ауруы, тағындай аурулар бар. Псориаз, эпилепсия, сондай нәрселерді осындай құрбандықтар шалып, Құдай астар беріп құтылуға болады. Солай 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл дегенде аяқ сауығып, жолы ашылып, өмірге деген көзқарасы басқаша болып, қасындағы жаман адамдар олар кетіп, жақсы адамдар жиналып, абыройға ие болып, сөйтіп әулет тазарынып, тамаша болады. Әулетте инвалидтер туылмайды, жаман ұрпақ қалыптаспайды, адамдар араққа, шылымға салынып кетпейді, ұрлыққа беріліп кетпейді. Тұқымдағы сол мәжбүрлеп тұрып істетіп жатқан бүкіл сұмдықтардың барлығы осы малдың қанымен, құрбандығымен ниет етіп, бір Аллаға өзіңе тәуекел еттік деп жалбара, солай тазалану амалын жүзеге асырып жүреміз. Әркімде қолынан келе бермейді. Бұл кісілерге мен айттым. Енді және ең соңғы амал, егер осыдан тағы да қасарысып, тағы да нәтиже болмады деп, бар нәрсені Құдайдан күтесіздер. Егер тағы да қарсы келіп, жамандыққа болысатын болсаңыздар, сыртымыздан ғайбат айтатын болсаңыздар, қарсылық білдіретін болсаңыздар, онда кешіріңіздер. Жаңағы жүк 10 есе болып өздеріңе келіп қонады. Сондықтан жын перілер ой арқылы да, адамдардың сөзі арқылы да, іс-әрекеттер арқылы да өте қаралып, оңайлықпен беріле қоймайды. Олар жемтіктерін оңайшылықпен бере қоймайды. Күресу керек, ішкі дүние мықты болу керек. Алла көмектес, Алла өзіңе тәуекел еттім деп іштей зікірлетіп айтып жүре беру керек. Сонда бүкіл іс алға басады. Үміт енді тек қана Құдайдан, және аруақтар босанып шыққан кейін, аруақтар өздерін жөндеп алған кейін, тірілердің тірлігі жөнделуіне әбден кіріседі. Солай биіктікке шығамыз. Сонымен сау саламатта болыңыздар. Тыңдап көріп шыққандарыңызға рахмет.